Достар, видео басында мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр, яғни комментке кім көп комментарий жазады, мен соның комментариясын зәкіреп қалатын боламын, достар. Содан достар, әдемі комменттеріңізді жазсаңыздар, мен достар мотивациям көтеріледі, яғни МКП-де қалуға мотивация көтеріледі. Сондықтан достар, жазып кетеміз. Бұл ешқандай алдаусыз. Ал видеоға кетейік, let's go. Йоу, бро, сен әлі Аконың жанды канал екенін білмейсің бе? Оның топский видеоларын білмейсің бе? Оның қалай монтаждап, қалай видео түсіретін білмейсің бе? Онда осы ссылкаға өтіп, Акомен таныс. Аконың арнасында өте қызықты видеолар, өте сапалы, качественный превьюлар. Ал достар, тіркеліп қолдап кетеміз. Ал енді біз екінші пиарға кеттік. Любой PvP-шерді бастайтын бұл Саски. Танысық бойыңыздар. Бұл арнада өте кереметте PvP-лар мен өте кереметте PvP сабақтар өтеді. Бұл баланың арнасына кірсеңіз шыға алмайсыз. Себебі бұл арнада өте кереметте PvP монтаждар мен өте кереметте PvP шерлік ойын нелер шығып тұрады видеолар. Сонда достар, тіркеліп қолдап кетеміз. Ал біз видеомызға кетіп достар, let's go. Достар, алдыңғы мини-конкурсы жеңген осы Сарон деген бала, мен сені құттықтаймын, красавчик. Енді конкурсқа тағы да қатыс. Достар, енді осы бұл балаға мен қазір 200 теңгесін сал жіберетін боламын. Элса келіп, өзінің манайында алып кет. Яу досым, сен де қарап отырсың. Сен де осындай мини-конкурсқа қатысып, ақшалар ұтып ал. Бұл конкурстың призі 200 теңге. Бұл 200 теңгені ұту үшін сен арнама тіркелесің. Арт аккаунтымен тіркелесің, және де арт аккаунтына лайк басасың и комментарияға спам етесің, яғни 10 тиктоп, мен қатсам, киви анау мынау деп. Ол үшін барлығын сәттілік алып кетсін. Ассалаумағалейкум, МКП сүйер қауым. Қалайсыздар достар, амансыздар ма? Я достар, енді бүгінгі видеода мен сіздерге өте кереметті видео дайындап болған болатынмын. Достар, дисклеймер. Бұл видеода достар, мен яғни кликбейт ойнатқан болатынмын. Достар, бұған ренжімеңіздер, себебі мен кішкене маған просмотр қажет болды. Я сосын достар, сосын мен арам ютуберлерді қойдым. Сондықтан достар, ренжімеңіздер. Және достар, енді видеоның басында көргендеріңізде мен енді сол ютуберлерден, яғни айына қанша теңге табатын барлығын солар туралы сіздерге айтып беретін боламын. Енді мен көптеген мықты ютуберлерден осы қазақ МКП-сін дамытып жүрген, күш салып жүрген ютуберлерден сұхбат сұраған болатынмын. Енді мен барынша сұрадым. В общем, достар, енді мен деген, яғни не айтсам болады? Достар, ораза айларыңыз қабыл болсын. Енді мен сіздерге осы видеода мен сіздерге мәс айтқым келіп тұр. Яғни мен енді ораза айында кішкене olsun жақсылық жасағым келді. Достар, енді Элсаға келіп қандай көмегім керек, сондай болса айтыңыздар. Бірақ енді достар, андай мықты бағалы заттар алып бере алмаймын. Но бірақ мысалы біреу қатап кетіп жатса, немесе біреу немесе койын керек болып жатса, маған Элса келіп, смело келіп ала беріңіздер. Мен сіздерге көмектесем ол жағынан. Және де сондай заттардан көмектесем, кішкене сіздерге көмектесемін. Сондықтан Элса келіп, келе беріңіздер. Және достар, конкурсқа да қатысып кетіңіздер. Мен конкурсқа барынша сіздер үшін ақша ойнатып жатырмын, білесіздер. Енді мен ешкімді алдамаймын. Ана Элса келген, Элсадағы бала ол өзінің ақшасын алды. Мен оған бердім ақшасын. Мен үшін, яғни подписчиктерім үшін ешқандай ақша мен үшін жалко емес. Себебі мен кішкене olsun ақша табам, ютубтан табам. Сондықтан ақша жағынан өйтіп мықты қиналмаймын. Енді достар, ақша демекші. Ақша демекші, в общем, өздер деген қазір деген топчик ютуберлардан, яғни мықты ютуберлардан, сіздердің өте қатты жақсы көретін ютуберларыңыздан мен сұхбат сұрайтын боламын. Ал енді тыңдай беріңіздер. Ең бірінші ол, яғни менің жақын достарымның бірі, дизайнерім, ол Клейфи. Ал Клейфидан айына қанша теңге табатынын ал сұрай. Достар, сіздермен бірге мен тағы да Клейфи. Жеңде 10 маған өте керемет сұрақ қойды. Сен айына неше теңге табасың, яғни тапқансың ба сондай деп сұрақ қойды. Енді мен айына ең көбі шамамен 25-30 мың теңге тапқанмын. Достар, солай. Бұл ешқандай да өтірік емес. Солай.
базар жоқ. Енді достар, біздер яғни келесі ютуберіміз, яғни ол Шалкер арнасы. В общем, біз қазір Шалкердің сұхбатын тыңдайық. Ал кеттік достар, let's go. Астыңызға сәлем. Достар, 10 подписчиктері айтыңыз. Ютубта мен айына бір сумманы тапқан жоқпын. Тек бір айына бір сумма, соған 5 мың болсақ, айына 5 мың тауып жоқпын. Тек мен сол өзімнің сәттілік көп тапқан, бір айда тапқан, бір 6 мыңдай шығар, 6 мың, 7 мың аралығындай. Бірақ күн барлық айда ондай болмайды, айлық болмайды. Арасында болып тұрады сондай нелер. Жалпы көп тапқаным тек 7 мың сондай шығар. Хорош, Шалкер. Енді достар, біздер яғни келесі ютуберіміз ол яғни Морни. Морнидан қазір біз оның қанша теңге табатынын білетін боламыз. Ал біз видеомызға қарай кеттік достар. Let's go. Барлықтарыңа сәлем достар. Морни достар, бүгін онтик деген пацан маған сұрақ қойды. Айына қанша теңге табасың деп, ол сұрақтың жауабын қазір айтамын. Мен осылай 5 мың рубль и 5 мың теңге таптым. Оның алдыңғы айда 17 мың таптым. Оның алдындағы айда 24 мың таптым. Оның алдындағы айда примерно 20 мың теңге 2 мың рубль. Неғде оттаматсың? Сен? Красавчик, дами бер. В общем, достар, енді біздер яғни енді ютуберлер емес, яғни осы қазақ МКП-сін дамытып жүрген ютубершалардан яғни сұхбат сұрайтын боламыз. Ал кеттік достар, қызық болса лайктарыңды басыңдар. Ал біз бірінші ютубершамыз яғни Руфинкадан сұрайтын боламыз. Ал енді Руфинка қанша теңге табады, соның бәрі бізге қызық болса, ал біз кеттік достар. Шексіз әлем, бәріне сәлем. Сіздермен бірге мен Руфинка, және маған онтик сұрақ қойыпты. Оны айтпас бұрын сіздерді құттықтап кетейін. Яғни құттықтап дегенде ораза айларыңыз қабыл болсын. Енді мен онтиктің сұрағына көше берейін. Онтик маған сұрақ қойыпты. Сен ютубтан қанша теңге таптың, қанша теңге табасың деп. Мен айта кететін болсам, примерно 4 мыңға жуық тауып қалдым. Пиарлардан, анамынаулардан, яғни аккаунт сатып үйтіп 4 мыңға жуық ақша таптым. Енді сіздерге бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Достар, қазақ ютубершаларда ақша табады деп ойламаппын. Енді біз қазір енді соңғы ютубершамыз ол Милошканың несін айтып береді, еститін боламыз. Ал кеттік достар, қызық болсын. Бәріне сәлемдер. Сіздермен бүгін мен Милошка, және де бүгінгі видеода біз яғни онтик айтады. Айына қанша теңге таптың дейді, осы ютубтан дейді. Енді біз онтиктің сұрағына келетін болсақ, мен осы ютубтан былай емес, спонсорлардан және де тағы да басқа сондай мен 4 мың теңге тапқан болатынмын, бәрін қосқанда 4 мың теңге тапқан болатынмын. Енді онтик сұрағына жауап бердім деп ойлаймын. Достар, давайте осы видеоға лайк басып кетеміз. Давайте бәрін. Достар, енді сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде осы видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазылмасаңыздар, егер арнадан жаңа келген жазылушы болсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетіңіз, подписаться кнопканы сұрғылт түске айналдырып жіберіңіз. Достар, енді мен сіздер үшін қатты тырыстым, яғни әр ютуберге барып жазып айтып, видео түсірген болатынмын. Енді сендер осы видеоға давайте 140 лайк жинап тастаңдар. Кешегі активті көргенде просто өзім шокта отырып қалдым. Немағы достар, 1 сағаттың ішінде 100 лайк жинап тастаңыздар достар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, барлықтарыңызды жақсы көремін. В общем, достар, арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар. Сендермен болған мен онтик, ал жақында жаңа видеомен қош келемін. Давайте пока. Bitches.
bitches.